Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі жарық жұлдыз атты бағдарламамыздың қонағы халықаралық өнер сайыстарының жеңімпазы, мектебіміздің мақтанышы Молдабаева Альмира келіп отыр. Саламатсыздар ма? Жалпы мен 140 гимназияның YouTube телеканалының көрермендеріне, бүкіл қазақ халқына басымды иіп сәлем бердім. Жақсы, жарайсың. Альмира, өзің жайлы айтып өтсең, өзің сүйікті шұғылданатын ісің бар ма, хоббиің жайлы толығырақ ақпарат беріп өтсең? Менің сүйікті хоббиімнің бірі ол би болатын. Бимен жалпы 5 жасынан айналысып келемін. Би маған өте қатты ұнайды. Би деген ол адамның ішкі жан дүниесін суреттейтін керемет өнер. Би арқылы адамның көңіл күйін, барлығын көрермендерге жеткіземіз. Ал биге қызығушылығын қай уақытта бастады, және де осы биге талпынысыңды оятқан қай адам болды? Биге талпынысты оятқан адам ол менің әжем және де анам. Кішкентай күнімде менің анам осы менің қызым бимен айналысыншы деп армандаған еді. Сол анамның арманын енді жүзеге асырып жатқан жайымыз бар. Керемет, жарайсың. Жалпы осы отбасында сенен басқа тағы да бимен айналысатын, шұғылданатын адамдар бар ма? Бар. Ол менің артынан еріп келе жатқан екі сіңілдерім. Олар маған қарап, олардың да биге деген қызығушылығы ашылып, қазір бимен айналысқан жайы бар. Керемет. Осы биге қатысып жүрген кездегі өзінің оқытатын тәлімгерлерін жайлы айтып берсең. Менің тәлімгерлерім ол Светлана Магнитовна мен Эльмира апайымыз. Ол кішкентай күннен мені осы бимен айналысуға үлкен үлестерін қосқан адамдар. Керемет. Жалпы осы бірнеше халықаралық сайыстар жеңімпазысың. Сол сайыс кезіндегі өзінің сезімді, сол кездегі мысалы белгілі бір би қимылдарын ұмыт қалған кездерің болып еді, және сол кездегі өзінің ішкі сезімінді айтып берсең. Әлбетте халықаралық байқауларға шыққан кезде қобалжу болады, бірақ менің үйдегілерімнің үлкен поддержкасына үлкен рахмет айтам. Менің анам, әжем, папам барлықтары мені моральдық тұрғыда көмектесіп, мені сол халықаралық байқауларға настрой беріп жібереді. Апам өзінің батасын беріп, сөйтіп жібереді. Керемет. Жалпы осы халықаралық сайыстар кезіндегі ең есте қалған бір керемет бір тұсты айтып берсең. Бір сәтті халықаралық байқау бітті. Барлығымыз нәтижесін күтіп отырмыз. Бізді айтпайды, біздің тобымыздың аты шықпай жатыр. Бүкілдіміздің көңіл күйіміз түсіп кеткен. Бірде бір орын алмаған шығармыз деген кішкене қобалжу болды іште. Бірақ ең соңында гран-при ұтып алған осы топ дегенде біздің Еркен Асан Шабылының атын атағанда өте қатты қуандық және де жылап жібердік те. Керемет. Жалпы осы дайындықтарын қалай өтеді сендердің? Аптасына 3 рет, кейде 1-2 сағаттан өтеді. Сол өзіміздің мұғалімімізбен растяжка барлығын істейміз, сосын барып билеуге көшеміз. Жақсы, керемет. Осы орайда тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы биден басқа тағы да қандай іспен айналысқанын ұнатасың? Тағы қандай хоббиің бар? Биден басқа мен тағы да кітап оқуды ұнатамын. Менің сүйікті авторларымның бірі ол Қасым Қайсенов және де Дулат Исабековты айта аламын. Дулат Исабеков оның сүйікті менің оқыған повесінің бірі ол Гаухартас, Бекет. Және де Дулат Исабековты айта кетсек, оның Жау тылындағы бала және де жас партизандарды оқыған болатын. Маған өте қатты ұнады. Солай. Мен ойлаймын, егер кітап оқудан тыйылсақ, онда сөз сөйлеуден де тыйыламыз дегендей біз әр уақытта өзіміздің ой өрісімізді дамытуымыз керек. Және де айта кететіндей, көзіңді аш, оян, қазақ көтер басты дегендей, әр қазақ баласы өзінің авторларының, жазушыларының әрбір еңбегін біліп оқу керек деген ойдамын. Жарайсың. Тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы бимен сабақты қалай алып жүресің? Өзің жоспар құрасың ба күнделікті, әлде апталық жоспарың бар ма? Оқу мен биді мен әр уақытта бірге алуым тиіс. Кішкентай күнде менің анамды, апамды еш уақытта оқуымды қалдырма. Қыз баласы әр уақытта білімді, өнерлі, ақылды, әдемі болу керек деп үйреткен. Сол себепті талантты бала барлық жерде талантты деп айта аламын.
Керемет, жарайсың. Сен ата-анаңа үлкен алғыс білдіремін. Сенде керемет қызды өсіргеніңе, керемет тәлім тәрбие беріпті. Саған алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Осы сен өзінің мектебіне, ұстаздарына, сыныптастарына айтар тілегің бар ма? Иә, әлбетте бар. Бірінші кезекте мен осы мектебіміздің Сания Өскенбайқызына үлкен алғысым шексіз, басымды идім. Және де Сафура Сәлембайқызына үлкен алғысым шексіз. Осы мектептің ұжымдарына, менің класстастарыма басымды идім. Осы мұғалімдарды, осы мектеп ұжымының менің өнеріме қосқан үлестері өте көп. Осы мектепке келген сәтте мені жан-жақты дамытқан осы бірінші уақытта Алланың арқасы және де осы мұғалімдерінің арқасы деп айта аламын. Жақсы, керемет, жарайсың. Жалпы сен өзің сахнада жүретін өнер адамсың, иә? Осы билеген сәттеріңді видеоға түсіріп, мысалы, әлеуметтік желіге, инстаграмға, тиктокқа салып отырсың ба? Жиі салмаймын. Тек қана айтады ғой, профессионалдық сахнада билеген ғана билерімді саламын. Бір немесе жеңісімді ұтқан кезде ғана саламын. Керемет, жарайсың, рахмет. Осы алдағы 5 жылдықта өзіңді қандай адам ретінде елестетесің? Бірінші кезекте осы 5 жылдықта Құдай қаласа осы ата-анамның, ұстаздарым үмітін ақтаған, ұбт-тан грант ұтқан, химия, биология, медицинаға түскен студент деп елестетемін. Және де өзінің ата-анасының үмітін ақтаған адам ретінде, жақсы бала ретінде, жақсы оқушы ретінде өзімді көргім келеді. Керемет. Осы бағдарламаны пайдалана отырып, өзінің достарына, туыстарына сәлем жолдасам болады. Рахмет үлкен. Бірінші кезекте мен өзімнің мектебімнің ұстаздарына, Сания Өскенбайқызы мен Сафура апайымызға сәлем жолдаймын. Анамның өзі үлкен алғысын білдіріп жатыр осы мұғалімдарыма, бүкіл мектеп ұжымдарына. Және де өзімнің ата-әжеме, мені баққан, мені өсірген, менің тәрбиеме үлкен үлес қосқан ата-әжеме басымды иіп сәлем айтамын. Өзінің өмірлік ұстанымын жайлы айтып сен. Өмірлік ұстанымым ол қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, кім болам, қараңғылықтың көгіне, кім болмағанда кім болам демекші. Осы қазақ халқымыздың көк туын бүкіл әлемге, халықаралық деңгейге желбіретіп шығару. Қазақ халқының қандай текті екенін, қандай қазақ халқының қаны таза екенін көрсету. Жақсы, керемет, жарайсың. Алдағы уақытта тек қана биік белестерді бағындырып жүре бер. Осы Қазақстан Республикасының бір керемет азаматшасы бол. Тек қана енді сахнада, теледидарларда сені көруді Аллам нәсіп етсін. Саған бар жақсылықты тілейміз. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Әлмира, сен осындай бір әдемі бидегі қимылдарын көрсете аласың ба? Міне осындай. Әдемі билейсің. Неден жеңіп алғансың? Dance Life деген халықаралық конкурс болған, содан жеңіп алғанбыз. Жарайсың.